Қазіргі таңда 4 аудан бойынша 4 аулау тобы жұмыс атқарылып жатыр. Аулау тобы гумандық әдіс арқылы, яғни торлармен, тор қақпандармен жануарларды аулап жатыр. Ауланған жануарлар бізде карантиндік аумаққа алып барып, 10 күн сол жерде ұсталады. 10 күннен кейін жалпы аумаққа алып келеді. Ол жерде жалпы аумақта иттерді күтіп бағумен, оны тамақтандырумен, күнделікті астын тазалаумен, күнделікті торларды залалсыздандырумен ветеринарлық дәрігер жұмыс атқарып жатыр. Бұл жерде жалпы аумақта жануарлар, иттер, мысықтар 60 күн ұсталады. 60 күннен кейін үшінші тұлғаға, болмаса волонтерлық ұйымдарға беріліп жатыр.